бір палаталы парламент моделіне көшу аясында құрылтай деген бөлімге ауқымды түзетулердің жобасы дайындалды. Бөлімнен қос палаталы парламентке және бұл жүйедегі оның қызметіне байланысты ережелер алып тасталды. Заң шығару органының өкілеттіктеріне терең талдау жүргізілді. Құрылтайдың сессияларына және оның қызметін ұйымдастыруға қатысты баптардың барлығы дерлік жаңарды. Заң шығару бастамасы құқығына ие субъектілердің қатары артты. Құрылтай заң қабылдау арқылы реттелетін аса маңызды қоғамдық қатынастардың тізбесі кеңейді. Заң жобаларын қарау мен қабылдаудың рәсімдерін көздеген нормалар қайта пысықталды. Құрылтай төрағасының лауазымына қатысты мәселелер жеке бапта реттелді. Кез келген елде парламент пен үкімет өзара тығыз әрекеттесіп қызмет атқарады. Сондықтан бір палаталы құрылтайға көшу үкімет бөліміне де бірқатар түзетулер енгізуді талап етеді. Осы орайда бұл бөлімнің де бірнеше бабының ережелері нақтыланып отыр. Конституцияға Қазақстан халық кеңесіне қатысты мәселелерді реттейтін жеке бөлім енгізу ұсынылады. Құрамына ел азаматтары кіретін бұл жоғары консультативтік орган Қазақстан халқының мүддесін білдіреді. Оның құрылтайға заң жобаларын енгізу, республикалық референдум тағайындау туралы ұсынысқа бастама жасау өкілеттіктері белгіленді. Жария етілген ұсыныстарды жүзеге асыру, Конституциялық сот бөліміндегі баптарға да елеулі өзгерістер мен толықтырулар енгізуді талап етті. Әдетті конституцияларда жоғары мемлекеттік органдардың мәртебесі мен миссиясы бекітіледі. Сондықтан қазіргі таңда Конституциялық сот туралы конституциялық заңда көзделген тиісті ережелер ата заңға көшіріліп отыр. Оларға сәйкес Конституциялық сот, конституциялық бақылау жүргізетін және бүкіл ел аумағында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз етін тәуелсіз мемлекеттік орган.